Hi, my name is Gulhana and welcome to my channel English in Қазақша. Барлығына сәлем. Бүгін біз ағылшын тіліндегі дауысты дыбыстарды қалай оқу керектігін үйренетін боламыз. Жалпы ағылшын тілінде 6 дауысты дыбыс бар. Олар A, E, I, U, O, Y. Y дауысты да, дауыссыз да болатындықтан біз оны бүгінгі сабақта қарастырмаймыз. Бүгінгі ережені түсіну үшін бізге буын, ашық буын, жабық буын не екенін түсіну керек. Жалпы сөзде қанша дауысты дыбыс болса, сонша буын бар. Ал ашық буын дегеніміз сөз бір дауыстыдан немесе дауыстық аяқталса, ол ашық буын болып саналады. Мысалға, A артиклі жалғыз өзі және ол дауысты дыбыс ашық буын. Lose екі дауысты дыбыс және олар сөз буынның соңында. Сол үшін де ашық буын. Go, like. Екінші, жабық буын дегеніміз дауыссыздан басталып, дауыссызға аяқталса сөз, ол жабық буын болып саналады. Мысалға, map, flat. Енді бірінші ереже. Егер сөз ашық буыннан тұрса, сол буындағы дауысты дыбыс алфавиттегі аталу бойынша оқылады. Одан кейінгі дауысты дыбыс үнсіз қалады. Мысалға, A. Cake сөзі. Бұнда екі дауысты дыбыс бар. Екеуі де ашық буыннан. Біріншісі оқылады, алфавиттегідей A, cake. Екінші дауысты дыбыс оқылмайды. Формуланы жазып қойыңыз. Бірінші дауысты дыбыс алфавиттегідей, екінші дауысты дыбыс оқылмайды. Face. Бұндағы бірінші дауысты дыбыс A, face. Екінші дауысты дыбыс E оқылмайды. Ұзақ E болып оқылады. These, B, I, pie, Ice. Мұнда U әрпі. Мен жазып қойдым, ұзақ U. Cute, Tuesday. O, nose, soap. Бітті. Екінші ереже. Егер сөз жабық буыннан тұрса, олар қысқа дауысты дыбысты шығарады. Олар қандай? Жаңағы алфавиттегі A әрпі жабық буын кезінде біздің қазақ тіліндегі А мен Әнің ортасындағы Ә дыбысын береді. Cat, bat. И әрпіміз электр дегендегі Ә дыбысын береді. Pen, ten. А әрпі қысқа И. Pig, lip. Ұзақ емес, жаңағы This сияқты емес. Қысқа. Pig, lip. U әрпі A дыбысын береді. A. Cut, cup. O әрпі O дыбысын береді. Ол кезде біз кішкене таңдайды көтереміз, сонда ол дыбыс шығады. O. Dog, not. Сонымен біздің ереже бітті. Түсінікті болды деген ойдам. Тағы да қорытындылайық. Ашық буыннан тұрса, алфавиттегідей оқимыз. Жабық буыннан тұрса, қысқа дыбыс шығарамыз. Енді мысалдарға назар аударайық. Видеоны тоқтатып қойып, мысалдарды өзіңіз оқып шығыңыз, содан кейін видеоны қосып бірге оқимыз. Bag, cup, land, hate, keep, tell, tree, west, rest, fine, like, smile, sing, but, jump, do, open, hot, got, hope. Осымен бүгінгі сабақ аяқталды. Сіздерге тақырып түсінікті болды деген ойдамын. Келесі аптада кездескенше. Bye!